Алейкум достар, сіздермен бірге боламыз және де бүгін өзіміздің өмірімізді жалғастыра беретін боламыз. Короче, сол баяғыдай тиындар. Мен өзімнің 40 теңгенің жартынан алдым, қарны тойдырады. Енді біз boş жүре бермей bir butulkalar жинау керек. Иә достар, бір 20 теңгедей бутыл 20 теңгедей алып, сөйту керек достар. Мына жерлерде әртүрлі нәрселер тұр. Оның бәрін тазалап тастаған болады. Мына жақта бутылкалар бар ма, көру керек бізге. Бутылка бұл жерде жоқ сияқты. Біз бутылкалардың әр жақтарын көрген жоқпыз. Сол жақтарын көріп келу керек. Мына жерде түрме тұр ғой. Түрменің артын көріп көрейік. Сол жерде болуы мүмкін артында. Артында жоқ екен достар. Артында жоқ болса, онда ана жерлерді көру керек. Ана жақта бір 4 этаж, 5 этажды үй тұр. Ол жерде сол 5 этажды үйде квартираға тұру керек, бірақ оған әлі ақша жоқ. Сондықтан біз әзірге әлі бутылка жинап жүруіміз керек. Бірақ мына жерде бутылка көрінбейді. Мына жерлерді көрейікші. Что-то көрінбейді. Значит, онда біз егіндерді қайттан жинап алайық. Саламатсыздар, мен осы жұмысты істесем бола ма? Я істесең болады. Бірақ мен саған 5 минут беремін. Тез. 5 минут беремін. Тез жинау керек. 5 минут. 5 минут деген тез сындырып тастау керек. 5 минут деген дәл уақыт бар енді. 1 минут өткен жоқ. Тез мынаны сындырып тастайық. Мынаны бәрін сындырдық. Тез жүгірейік енді. Міне 3 минутта өткен жоқ. Мен жинап келдім. Жарайды, қазір саған 30 теңгеден шығады. 30 теңгедей шығады қазір. Мен бере салайын сізге. 30 теңгедей. Мына 30 теңге. 30 теңге алдым, міне қарасын аламыз. Кеттік. Дала қараңғылатып жатыр. Соңғы жартынамды сақтап тұру керек. Әзірге қарым қатты жоқ. Енді бутылкалар бітіп қалды. Демек не істесек болады бізге? Мына жерде ескі үй тұр, бұны вообще ешкім тұрмайды сияқты, соған қарағанда. Ойбай. Мына жерде ешкім тұрмайды сияқты. Осы үйді алып аламын ба деп ойлаймын, бірақ қорқытым сәл, иесі бар ма білмеймін. Бірақ бұндай үйде кім тұрады дейсің. Шыға салайық, тағы ұсталмай тұрғанда. Мына жерде де бір квартираның үйі бар екен. Түн болады, наңғаныш. Әртүрлі үйлер, ондай үйлер, тағы да үйлер. Тағы да бір квартираның үйі бар. Достар. Мына жерде ешкім емеймін, қалада ешкім жоқ. Вообще көрінбейді ол жада. Бірақ мейлі, оларды қарым қатты жада. Жойық маған. Şurada karanlık var da şurada ұйықтап алмасам біз. Өзімнің жайлы жерім ұйықтап алмасам. Şurada ұйқым келіп тұр. Кеттік. Бізде тағы жүгіріп жүр ма, өлтіру керек бізге. Бірақ қайқап сірем мен. Вообще ұйықтай тұрамын, әзірге ешкім жоқ кезде.
Oh. Oh. Уже таза болып қойыпты ғой. Кеттік, короче. Айтпақшы мен достар, өзім жерден андай балта тауып алғам. Кәдімгі жалған сияқты. Кеттік, короче. Ой. Бұл жұмыс сияқты, достар, кеттік, сол жұмысты істеп көрейік. Неге істей алсам. Ағаштың да керек сияқты жота. Сәлеметсіз, бұл жұмысты не істеу керек? Бұл жұмыста сен ағаш сындыру керексің. Бәрін сындырсаң саған бір 35 тиыннан шығады. 35 тиын, так. Жарайды. 35 тиын деген мен алдым ғой. Сындыра берейік, достар. Бәрі сындыру керек бізге. 30 теңгедей шығатын болса, онда болады 30 теңгемен. Так, осылай. Мына бәрін тез-тез алайық. Мына көз белім ауырып кетті, мына тазалай беріп. Біз болмашпыз әлі. Сосын мықты боламыз. Так, мынаның бәрін тез-тез сындырайық. Қырық бес ағаш. Мына. Мен 45 ағаш жинадым. Қазір берім. Жердім. Мынау ағаш болмайды міне. Міне, короче. 35 теңгені ала берем. Міне 35 теңге алдым. Достар, міне 35 теңге алдым. 2 стакпен 2 стак теңгемен 21 теңге болды. Енді осы теңгемен бізге бірдеңе алу керек. Қонақ үй деді. Насыман бәрін әлі даму керек қой бізге. Әзірге біз осындай жұмыстарды істеп жүреміз. Қандай үйді? Ойбай. Дүлген ой. Қойна үй бұчыда. Дүлген. Кеттік. Айтпақшы, мынандай екпеп біз ғой. Тағы да ұмытып кеттім, достар. Жарайды, сосын неге саламыз. Оған дейін әлі осы жерде әлі жүреміз. Істе бәр жұмыс 21 осындай теңгелермен. Қазір бір магазинге барып осыған бір-екі нан алмасам жота қарым жаман ашады, достар. Мына, достар, магазиннен 2 нан алдым. Осы 2 нанмен той болу керек бізге. Достар, короче, қарым тойып қалды, сәл болсын. Белім әлі ауырып тұр, достар, сәл жатып алмасам. Белім жаман ауырып тұр, короче. Немене? Ештеңе емес екен, кеттік. Осы жерде тұра тұрамыз енді сәл болсын жұмсақтау. Осыны андай болып қойыпты. Магма. Осы кілемді мына жерге төсеп жата тұрғанмын сәл. Белімді ауыртпай. Сәл жатпасам. Мына белім сәл болсын қойды-ау. Кешіп бойын деген жоқ па әлі? Үстінде не бар? Кешіп бойын деген жоқ. Короче, достар, мен шаршаптым. Егер де сіздерге видеосы лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болғанмен болыңыз. Сау болыңыздар, короче.